Сәлем достар, бүгін қазақ халқының сүйікті тағамы қуырдақ дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Бізге қажет заттар 500 грамм туралған ет, 500 грамм картоп, 1 сәбіз, 2 жуа, сұйық май, 200 грамм су, тұз, бұрыш. Жуа мен сәбізді 5 секунд 5 жылдамдықта турап аламыз. Сұйық май құйып, 7 минут 120 градус, бірінші скорость, пышақтарын реверске қойып қуырып аламыз. Ет, 200 грамм су, тұз бұрышын саламыз. Картопты турап, тұздап, приправа қосып, приставка варомаға салып қоямыз. Варома приставкасын чашаның үстіне қойып, 40 минут градусын варома, пышақтарын реверске қойып, 0,5 жылдамдықта пісіреміз. Қуырдағымыз дайын болды. Үлкен малдың еті ұзақ пісетінін ескеріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.